Әкем Қайраттың анасына 50 мың доллар берді, өті жарылып кетсе де, шындық, Сырым Исабаев шындықты жайып салды. Әнші Сырым Исабаев соңғы сұхбатында өнердегі жолының қалай бұралаң болғанын ашық айтты. Ол Қайрат Нұртаспен бірге бастаған шығармашылық серіктестіктің не себепті аяқталғанын, сахнадан не үшін шеттетілгенін бүкпесіз баяндады. Әр тірліктің басы бар, аяғы бар. Біз бірге бастап шыққан кезде, біз енді бірінші мақсатымыз халықты қуанту, бірінші мақсатымыз өзімізді таныстыру болды. Ол кезде бағана ой өрісімізде бәрі бір ойдан шығатын. Қайраттың әндері маған ұнайтын, менің әндерім Қайратқа ұнайтын, екеуміз таңдап келген әндеріміз бірге ұнап, сол бәрі осы ұнатумен шығады ғой. Өзің ұнап тұрған нәрсе халыққа ұнайды. Соның бәрі жүйелі түрде жүріп келді. Аяқ жағында әркімнің өзінің несі пайда болды, ой пікірі. Мынаны бүйтейікші, мынау дұрыс емес, мынаны бүйту керек деген сияқты. Енді сол жерден ақ енді түсіндім мен, ол жалғаса берсе бекерге ұрыспен де аяқталып кетуі мүмкін. Мен өзім шыны керек ештеңені ұрыспен аяқталғым келмейді. Біреу өзіңге дұрыс болмаса да. Сырымның айтуынша Қайратпен арада ешқандай үлкен жанжал болмаған. Тек жаңа әндердің жетіспеушілігі екеуінің жолын бөлуге себеп болыпты. Біз махаббат тақырыбын тауыстық. Әке мен анаға достыққа арналған тың дүниелер жетіспеді. Ескі әнді қайта-қайта айта бергіміз келмеді. Егер жалғаса берсе, ұрысқа апарып соғуы мүмкін еді. Мен ондайды қаламадым. Ол кезде бізді бастап жүрген Қайраттың анасы, Гүлзира әпкеміз. Ол не айтса, бәрін орындайтынбыз дейді әнші. Бұдан бөлек Сырым алғаш рет қаржы мәселесінде көтерді. Ол әкесінің Қайрат екеуіне шамамен 50 мың доллардай қаржы салғанын жасырмай айтты. Пәлен деп айта алмаймын. Шамамен 50 мың доллар шығар. Бірақ атақты ақшаға сатып ала алмайсың. Оның бәрі дұрыс жүргізілген жүйелі жұмыстың нәтижесі болды. Ақшада дұрыс бағытқа жұмсалды деді ол. Алайда желі қолданушылары бұл сөздерді басқаша қабылдады. Көпшілігі Сырымды сахнадан шеттеткен Гүлзира Айдарбекова болды деп есептейді. Қайраттың шешесі Сырымды шеттетіп жіберді, әйтпесе дауысы керемет еді. Мейрамбектен кейінгі талант осы ғой. Халық ықыласы Сырымға ауып кететінін білді. Өті жарылып кетсе де, шындық, Сырымды Қайруштың мамасы құртты деп жазды олар. Қалай болғанда да Сырым Исабаевтың шынайылығы мен өнерге деген адалдығы ел есінде қалары анық.